Статистика комитетінің мәліметіне сүйенсек, 2020 жылдың бір ғана тамыз айында ұл балаларға Нұрислам 123, Ибрахим 103, Расул 78, Ислам 77, Мұхаммед 73, қыз балаларға Раяна 478, Медина 437, Айша 398, Амина 284, Кәусар 210 сынды ислам дініне негізделген аттар қойылған. Неліктен қазақы есімдер емес, ислам дініне негізделген аттар көбейіп барады? Бұл үрдіс ұлттық болмысымызға кері әсерін тигізбей ме? Қазақ тіліндегі жалқы есімдерді зерттеген көрнекті ғалым Телқожа Жанұзақов біздің еліміз балаға араб тіліндегі есімдерді бергенде екі түрлі мазмұнға сүйеніп келген. Біріншісі, ислам дінімен байланысты жалқы есімдерге негізделеді. Алланың 99 есімі, сондай-ақ пайғамбарлар мен сахабалардың, олардың ұрпақтары мен әйелдерінің құрметіне қойылады. Ал екіншісі жалпы есімдер. Соңғы кездері қазақ ат қоюда осының біріншісіне көбірек жүгінуде. Журналист Айнұр Исаева әр ұлт дараланып тұруы тиіс. Аты мен заты, түсінігі, өмірлік қағидасы бәрі басқадан өзгеше болғанда, оның кім екенін, қай ұлттың өкілі екенін айнытпай білетін боламыз. Мәселен, Иван десе славян елінің азаматы деп білеміз. Сол секілді қазақтың да есімі ұлтын анықтағаны абзал деп білемін. Мен үшін ұлттың мүддесі діннің мүддесінен жоғары. Мен үшін Арлан есімі Ахметке қарағанда жақынырақ. Әрине, қазақта араб, парсы тілінен енген есімдер көп. Олар әбден қазақыланып та кеткен. Десе де түбіміз түркі халқымыз. Сол себептен терең мағыналы өз есімдерімізден қашпайық.